Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 132-ші сабақ. Біздің жобамыз есімнің құпиясы. Ертеректе жаңа туған балаға ата-анасы қойған есім оның мінезі мен тағдырына әсер етеді деп сенген. Сондықтан жас нәрестеге ат таңдауда оның білдіретін мағынасына аса мән берген. Бертін келе басқа халықтармен араласу адам есімдерінің біраз өзгеріске түсуіне алып келді. Араб, парсы және басқа тілдерден енген есімдер пайда бола бастады. Есімдердің шығу төркініне үңілетін болсаң, көптеген қызықты жайттарға тап боласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің дейді. Мінекей, есімнің құпиясы тақырыбында бүгін тапсырмалар орындаймыз, иә? Бірінші тапсырма: төмендегі кейбір есімдердің түсіндірмесін оқы дейді. Қазақ есімдері: абай, абайлағыш, байқағыш, ойшыл, айдар, мықты, күшті, зор. Әсем: сән, көрік, әдемі, іңкәр, құштарлық, ынтызарлық, айқын, әйгілі, белгілі, нақты. Мерей: бақыт, қуаныш. Ақжан: адал, таза адам, ақкөңіл. Арай: таң шапағы, шұғылалы сәуле. Аян: көпке белгілі, жұртқа мәлім. Айару: әппақ, адал, жарық, сұлу, әдемі. Араб тілінен енген есімдер: абзал, ардақты, өте қадірлі, аса құрметті. Абылай: ата, әке. Әмина: адал, сенімді. Жазира: ен дала, кең аймақ. Ләйла дегеніміз кеш, түн деген мағынаны білдіреді екен, иә? Келесі: Данияр: жақын таныс. Мұхтар: ерекше, таңдаулы, таңдамалы. Ғизат: құрмет, сый, адал, құрметті, қадірлі. Әнуар: нұрлы, жарық, жарқыраған, ең жақын. Парсы тілінен енген есімдер: асхат: ең бақытты, құтты, ырысы мол. Айна: жарқын, таза. Мадияр: іскер. Дина: білгір, данышпан. Заида: өсуші, өркендеуші. Гүлназ: еркелік, әдемі, әсем. Жәния: нәзік жанды. Рүстем: батыр, ержүрек. Түркі және басқа халықтардан енген есімдер: баян: мықты, зор, бай. Дулат: ежелгі түркі тайпасы. Ерсайын: ноғайлы дәуірінің батыры. Манас дегеніміз ержүрек, батыр, батыл. Сандуғаш: әнші құс, бұлбұл. Ұлан: бала, азамат, жауынгер. Інжу: қымбат, асылтас. Маржан деген мағынаны білдіреді екен, иә? Енді келесі екінші тапсырма: туыстарыңның қайсы осы аттармен аттас, олардың мінезі, жеке қасиеті есімінің білдіретін мағынасына сәйкес келе ме дейді. Мысалы, менің сандуғаш деген апам бар. Оның атының мағынасы әнші құс, бұлбұл болса да, өзі ән айтқанды ұнатпайды және айтпайды. Ал сандуғаш Стамғазиева деген әнші апай өзінің атына заты сай атақты әншілердің бірі. Яғни адамның есімі оның мінезіне, жеке қасиетіне келе беретін кездерде, келмейтін кездерде болады екен, иә? Үшінші тапсырма: өз есімінің білдіретін мағынасын анықта. Жоғарыдағы есімдер тізімінде жоқ болса, дерек көздерден ізде. Төртінші тапсырма: өз есімінің шығу төркіні, білдіретін мағынасы туралы әңгімелеуге дайындал. Әңгімеңді өзіңе аттас адамдар туралы қызықты мәліметтермен толықтыр дейді. Мысалға, Айзере қазақ есімі: ай, айдай сұлу, нұрлы. Зере зергерлік, әшекей, алтын, әдемі деген мағынада. Біріктіріп айтқанда, айдай көркем, алтындай қымбат дегенді білдіреді. Айша араб тілінен шыққан, тіршілік иесі, өмір сүрген, өмірге толы деген мағынаны білдіреді. Бұл Мұхаммед пайғамбардың жарының есімі болғандықтан мұсылман елдерінде жиі қолданылады. Кәусар араб тілінен енген, тазалық, молшылық, жәннаттағы өзен деген мағыналары бар. Исламда Құранның Кәусар сүресінде айтылған қасиетті мағынасы бар есім. Еркеназ таза қазақ есімі, иә? Ерке, еркелеген, назды. Наз дегеніміз нәзіктік, қылықтылық. Жалпы мағынасы ерке әрі қылықты қыз, немесе еркелігімен сүйкімді дегенді білдіреді. Әлинұр асқақ, биік нұр, нұрлы тұлға дегенді білдіреді. Айсұлтан деген есімді айтатын болсақ, айдай сұлтан. Нұрлы мырза, айдай жарық тұлға, патша мінезді деген мағынаны білдіреді, иә? Бекарыс, бек дегеніміз мырза, ержүрек, батыр деген мағынаны білдірсе, арыс деген бөлігі тірек, сүйеніш немесе ардақты ұл дегенді білдіреді. Екеуін біріктіріп айтатын болсақ, мағынасы елге тірек болатын ер, батыр ұл,
нағыз ер азамат дегенге келеді екен. Мінекей осылай бірнеше есімдерді алып мысал ретінде келтіріп айттық. Әрқайсымыз өз есімімізді осылай толығынан дерек көздерден іздеп айтып көрсек болады екен, иә. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.